Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Егер сіздер диеталық тәттілер дәмді болмайды деп ойласаңыз, өте қатты қателесесіз. Бүгін керемет дәмді, құрамында ешқандай жұмыртқа, сүт өнімдері және қант жоқ печеньенің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ыңғайлы ыдысқа банандарды қабығынан тазартып саламын. Мен әдетте қатты піскен банандарды пайдаланамын, себебі олар тәттірек болады. Шанышқымен еземін. Таңғы асқа арналған хлопьялар менде геркулес, мейіз, бал. Мен алдын ала әртүрлі дәндерді осылай араластырып дайындап қойғанмын. Кез келген уақытта кашаға, салаттарға қосамын, және де бүгін печеньені қосам. Мұнда асқабақ дәні бар, күнжіт дәні және де күнбағыс дәні. Өте пайдалы болғандықтан осы печеньеға да қосуды жөн көрдім. Ал сіз қаласаңыз үйіңізде бар кез келген жаңғақтың түрін қоссаңыз да болады. Енді грек жаңғағы көлемінде алып, домалақтап, противенге орналастырамын. Енді қасықпен үстерінен басыңқырап формаларын келтіремін. 180 градуста қызып тұрған пешке жіберемін. Менің печеньелерім 25 минутта дайын болды. Ал сіз өзіңіздің духовкаңыздан бақылаңыз. Беттері кішкене қызарып, сырты кішкене қытырлақтау болу қажет. Менің отбасымда таңғы асқа сүтпен жегенді жақсы көреміз. Мүмкіндігінше сол күні жеп бітірген абзал, себебі басқа күндері кішкене жұмсарып, созылмалы болып қалуы мүмкін. Осы печеньені жасайтындарға ас болсын деймін. Каналыма қолдау көрсету үшін лайк басыңыз және комментарийде сүйікті печеньеңіздің атын қалдырыңыз. Маған сеніп, менімен бірге болғандарыңызға рахмет.